Сәлеметсіздер ме? Мен Жашылықова Ақбота бала орда бөбекжай балабақшасының балдәурен тобының тәрбиешісі боламын. Мен бүгін мен мұны былай жасайтын едім. Онлайн лайфхак шеберлік сыныбына пайдалы жәндіктер тақырыбындағы қызықты лайфхак ойындар алып келдім. Бүгінгі біздің бірінші ойынымыз өрмекші арасынан құмды тап. Яғни бұл бізде бұл ойын баланың зейінін және ұсақ моторикасын дамытуға жақсы әсер етеді. Бұл жақта менің қолданғаным кішкене ғана балабақшадағы таяқша және тоқыма жіпті айналдыра отырып өрмекшінің торын жасап шықтым. Және ламинат қағазға өрмекшінің суретін сала отырып, өзінде бар банкіге осы өрмекшіні жинап, балаға осындай қызықты ойын бастырсақ болады. Бұл ойын баланың ұсақ моторикасын өте жақсы дамытады. Және балаларға өрмекші жәндігі өте қызықты болғандықтан, балалар бұл ойынды қызыға орындайды. Ал енді біздің екінші ойынымыз құмырсқаның илеуі. Балаларға құмырсқаның илеуі жер астындағы қызықтырақ жасау үшін оны осылай картон арқылы жасап, және оған қара құмықтарды топырақ секілді безендіріп, құмырсқалардың жеке суретін салып шықсақ болады. Ал енді балаларға бұл илеуді таныстырып болғаннан кейін, біз құмырсқаның илеуіне қанекей балақайлар түрлі дәндерді құмырсқаның илеуіне апарайық. Ал бұл жерде мен қолданған 10 мл шпиц және шашқа тағатын қыздардың шпилка безендірумен оны ыстық клей арқылы ысытып, оны шпицтен өткізіп, және оны бамбук таяқшалармен безендірдім. Ал бұның үстіне термек саз арқылы құмырсқаларды салып шықтым. Ал қанекей балақайлармен бірге біз дәндерді орнына орналастырайық. Мінекей біздің құмырсқамыздың қолында жасыл дән бізге қай ұшыққа барады екен? Жасыл дәндердің жанына барады екен. Ал енді келесі бізде ақ дәндерді жинайды құмырсқамыз. Ақ дәндер бізде қай жаққа барады екен құмырсқа? Ол әрине ақ дәндердің ұшығына апарады. Дәл осылай ойынды жалғастырамыз. Бұл қарапайым қатты картон арқылы және түрлі түсті дәндер арқылы жасалған қызықты ойын. Баланың зейінін арттырып және оның ұсақ моторикасы мен баланың ой қиялын дамуына жақсы әсер етеді. Ал енді біздің келесі танысатын жәндігіміз көбелектер. Яғни балалармен бірге қызықты көбелектермен безендіріп ойнаймыз. Бұл жерде бізде кішкене ғана матаның қиындылары және пенопласт қажет болады. Балаға осындай пенопласттан үлгі жасай отырып, оның үстіне матаны бала кіргізе отырып, көбелекті түрлі түске бояндырады. Бұл жерде ескере кететін жайт, сіздің алып отырған маталарыңыздың түстері әртүрлі болса, балаға тіпті қызықтырақ болады. Баланың ой қиялына ерік бере отырып, өзі қалаған түстермен безендіре шығады. Осылайша менің көбелегім дайын болды. Сіздерге де сәттілік. Ал енді біздің келесі ойынымыз жәндіктерді тап. Бұл жерде балаларды алдын ала өздерінің жасап бояп шыққан жапырақтарының бетіне сіз тәрбиеші, яғни кішкене жәндіктерді бояп қоясыз. Ал болған тура сондай секілді қыстырғышқа түрлі түсті қағаз емес, жай ғана қағазды алып, үстін оның суретті салып бояп шықсаңызда, балаға өте қызықты болып тұрады. Балақай жәндіктерді іздейді. Яғни бұл бізде қандай жәндік? Ара. Жарайсың балақай. Ал енді бұл бізде қандай жәндік? Ара. Ол араны қайда жабыстырамыз? Яғни арасы бар жәндікке жапыраққа жабыстырамыз. Ал бұл жерде де сіз баланың зерттеушілігін арттыра отырып, ұсақ моторикасын дамыта аласыз. Ал енді біздің келесі ойынымыз жәндіктерді құмырсқа арасынан іздейміз. Ламинатталып жабыстырылған банкілерді балақайға дайындап қойып, және құм арасына жәндіктерді жасыра отырып, балаларға қызықты ойын жасаңыздар болады. Жәндіктерді жинайық. Балаларға бұл ойын баланың өзінің тұрақтылығына және жүйке жүйесінің жақсы дамуына жақсы әсер етеді. Ал енді біздің келесі ойынымыз бұл бізде балақайларға арналған қазіргі уақытта дамып келе жатқан жасанды интеллект, яғни ChatGPT қосымшасы арқылы мен бұл кітапшаны жасап шықтым. Сіз өзіңіздің бүгінгі өтілетін тақырыбыңыздағы жәндіктерді ала отырып, қосымшаға сол жәндіктерді жазып, және өзіңіздің балаға бергіңіз келетін ақпаратты жазсаңыз болады. Және астына бояғыш етіп жасап бер десеңіз, бояғыш ретінде жасап береді. Бұл жерде біз балақайлармен бірге бояғыштарды бояп, оны ламинаттап, осындай кітапша жасап шықтық. Бұл ертегіні тағы да баланың түстен кейінгі ұйықтар алдында өздеріне құрастырған ертегісі секілді өзіне оқып берсеңіз де болады. Бұл кітапшада боялған түрлі түстер баланың өз қиялымен боялған, яғни баланың өзіне деген сенімділігін арттыра түседі. Бұл біздің балдәурен тобының кітапшасы. Бүгінгі менің алып отырған тақырыбым жәндіктер тақырыбы болғандықтан голограммаға мен көбелекті жасап шықтым. Бұл голограмманы жасау үшін бізге арнайы теледидар және компьютер арқылы жалғап
YouTube каналымның арқылы ішінен голограмма жазып алсаңыздар болады. Ал ол голограмма сізге көріну үшін оған трапеция пішіндес арқылы орт стеклоны 4 қабырғадан көтерсеңіз болады. Бұл голограмманың ұшуы көбелектің қанатының нәзіктігімен және көбелектің қимылын баяу балаға анықты етіп көрсете алады.